Family and Friends 1 for Kazakhstan Pupils Book, Grade 3, page 23, 24, 25, 26, and 27. Lesson 6. I can talk about how people are feeling. 6-шы жаттығуда мен адамдардың көңіл күйі туралы сөйлесе аламын тақырыбы бойынша listening. Тыңдалым. Exercise 1. Listen and number. 1-шы жаттығуда тыңдалымды тыңдап, номерлеп шығасыздар. 1-ші суретте scared, қорыққан, бір нәрседен қорқу, шошу. 2-ші сурет happy, бақытты. Cold, суық, тоңған. 4. Tired, шаршаңқы, шаршаған. Sad, көңілсіз. Бұл жерде мен тек қана аудармасын айтып түсіндіріп кеткенмін, ал қайсы сөз қай суретке сәйкес келеді, оны өздеріңіз нөмерлеп жазып шығасыздар. Speaking exercise 2, point and say. Look, he is happy. 2-ші жаттығуда көрсетіп және айту қажет. Қара, ол бақытты. Look, she is cold. Қара, ол тоңған. 3-ші суреттегі қыз тоңып тұр ғой, сол. Look, he is tired. Қара, ол шаршаған. Look, she is sad. Қара, оның көңіл күйі жоқ, ол көңілсіз. Exercise 3. Look at the pictures in exercise 1. Ask and answer. 3-ші жаттығуда да 1-ші жаттығудағы суреттерге қарайсыздар және сұрақ қойып жауап бересіздер. Number 1. Is he sad? No, he isn't. He is happy. 1-ші суретте ол көңілсіз ба? Жоқ, олай емес, ол бақытты. Тағы да осындай мысал келтірсеңіздер болады суреттерге қарап. Is she tired? Ол шаршаған ба? No, she isn't. She is cold. Ол тоңып тұр. Және тағы да. Is he scared? No, he isn't. He is tired. Ол қорқып тұр ма? Жоқ, олай емес, ол шаршап тұр. Суреттерге қарап, тағы да сөйлемдер құрастырып жазсаңыздар болады. Exercise 4. Project. Make a feelings book about your family and friends. 4-ші жаттығуда проект жасайсыздар, өзіңіздің отбасыңыз және достарыңыз туралы көңіл күй кітабын жасайсыздар. Әркім өз қалауларыңыз бойынша, мысалы, отбасыңыздың суретін сызу арқылы әркімнің эмоциясын, көңіл күйін айтып берсеңіз болады. Мысалы, осы сурет сияқты. My mother is angry. Менің анам ашуланып тұр. The grandmother is calm. Әжем сабырлы. The baby is sad. Бөпе, кішкентай інім немесе көңілсіз деген сияқты. The brother is happy. Ағам бақытты. Dad is tired. Әкем шаршап тұр. Осылай жасасаңыздар болады. Бұл тек қана идея сіздерге. Culture Unit 3, 3-ші бөлім, мәдениет бөлімі. My friends, менің достарым тақырыбы бойынша 1-ші сабақ. Exercise 1, listen and read. Тыңдалымды тыңдап, оқисыздар. 1-ші суретте. Hi, I'm Ерлан. Here are my friends. Сәлем, мен Ерланмын. Және мынау менің достарым. 2-ші суретте. This is Бағлан. He is 8. He has got a football. Бұл Бағлан, ол 8 жаста. Оның добы бар, футбол ойнайтын добы бар. 3-ші суретте. This is Жанара. She is 9. She has got a bike. Бұл Жанара. 3-ші суреттегі ол 9 жаста, оның велосипеді бар. 4-ші сурет. This is Ернар. Бұл Ернар. He has got a skates. This is his brother, Серік. He has got skates too. Бұл Ернар. Оның роликті конькиі бар. Және бұл оның інісі Серік. Оның да роликті конькиі бар деп тұр. Exercise 2. Look and say, introduce a friend. 2-ші жаттығуда қараймыз және айтамыз, досыңызды таныстыруыңыз қажет. This is my friend. His name is Malik. He is 10. Бұл менің досым, оның есімі Мәлік, және ол 10 жаста. This is my friend.
Her name is Әсел. She's 10. Бұл менің досым, қыз бала таныстырып тұр екінші суретте. Оның есімі Әсел, ол 10 жаста. Осы сияқты сіз де өзіңіздің досыңызды таныстырып жазсаңыз болады. Мысалы, this is my friend. His name is Болат. He is 9 years old. Бұл менің досым, оның есімі Болат, ол 9 жаста. Exercise 3. Spell the names and words. Play the game in groups. Үшінші жаттығуда есімдер мен сөздерді айтып шығу қажет, және де тобыңызбен бірге ойын ойнайсыз. Мысалы, brother, бауыр, іні, аға немесе. Али, адамның есімі Али. Friend, дос. Азат деген адамның есімі, қыздың есімі. 8, 8 жас, 8-де деген сияқты. Bike, велосипед. Дана, қыз баланың есімі. 7, 7. Және бұл жерде азат деген AZ, AT деп бөліп айтылған. Солай айтсаңыздар да болады. Али, ALI. Friend, FRIEND. Осылай. Lesson 2. I can make polite requests and use these, that, those. Екінші сабақ. Exercise 1. Listen and read. Бірінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап оқисыздар. Can you help me, please? Маған көмектесе аласың ба, өтінемін? Yes, okay. Yeah, әрине. Here you are. Thank you. Мінеке сенікі. Рахмет. Exercise 2. Write. Thank you, please, here, yes. Екінші жаттығуда жазасыздар. Керекті сөздерді тиісті жерлерге қойып жазасыздар. Here you are. Мінеке, ұстаңыз. Мынау сенікі деген мағынада тұр. Екіншісінің жауабы оған рахмет болады. Рахмет дегеніміз ағылшында. Thank you, рахмет. Can you help me, please? Маған көмектесе аласың ба? Өтінемін. Please деген өтіну. Yes, okay. Yeah, okay. Жарайды деген сөз. Exercise 3. Look and read, then point, ask and answer. Үшінші жаттығуда қарайсыздар және оқисыздар, кейін көрсетіп, сұрақ жауап қоясыздар. Сұрақ қойып жауап бересіздер. This деген жақындағы тұрған затқа айтылса, зат деген ол ұзақта тұрған затқа айтылады. This деген ол көпше түрде айтылады, екі затқа, жақында тұрған затқа айтылады. Ал those деген ұзақта тұрған заттың көпше түрі. Сонда ол аналар деген болды. Мысалы, жақында тұрғанда біз мыналар деп айтсақ, аналар деп ол сәл ұзақта тұрған затты айтамыз. Енді сөйлемдер құрастырайық. Can you pass me those, please? Маған аналарды беріп жібере аласың ба? Өтінемін деп тұр. Ұзақта тұрған және көптік мағынасына тұр, Yes, okay. Әрине. Тағы да сөйлемдер құрастырайық суреттерге қарап. Can you pass me these skates, please? Yes, okay. Can you pass me this cap? Yes, okay. Маған кепканы бере аласың ба? Әрине. Can you pass me that bike? Yes, okay. Маған анау велосипедті алып келіп бере аласың ба? Әрине. Weather. Ауа райы. Lesson 1. Words. I can understand a story about the weather. Бірінші сабақта сөздер үйренесіздер. Мен ауа райы тақырыбындағы әңгімелерді түсінемін. Бөлімі бойынша. Exercise 1. Listen, point and repeat. Бірінші жаттығуда тыңдайсыздар, көрсетесіздер және қайталайсыздар. Rainy, жаңбырлы. Windy, желді. Hot, ыстық. Cold, суық. Snowy, қарлы. Sunny, күн шуақ, күн шығып тұр деген.
Exercise 2. Listen and chant. Екінші атаудада тыңдалымды тыңдап, хормен айтасыздар. Rainy, windy, hot, cold, snowy, sunny. Exercise 3. Listen and read. Үшінші атауда тыңдалымды тыңдап, оқисыздар. Let's walk to the shops. Келіңдер дүкен аралайық. What's the weather like? Ауа райы қандай? It's sunny. Күн шуақ болып тұр. Екінші суреті. Don't put on your coat, Billy. It's hot today. Billy, пальтоңды киме. Бүгін күн ыстық деп тұр. Children, put on your sun hats, please. Балалар, өздерінің күннен қорғайтын кепкаларыңды киіп алыңдар, өтінемін. Oh no, it's windy. О, жоқ, жел соғып кетті. My hat. Менің кепкам деп тұр. Кепкасы ұшып кетті жел соққан соң. Catch it. Әжесі ұстау оны деп айтып жатыр. Oh no, now it's raining. О, жоқ, қазір жаңбыр жауып кетті. And we haven't got our umbrellas. Let's go home. Және біз өзіміздің қолшатырымызды алған жоқпыз. Үйге қайтайық. Quick, Grandpa, open the door, please. Тездет, ата. Есікті ашыңыз, өтінемін. Where is the key? Oh no, I haven't got the key. Кілт қайда? О, жоқ. Менде кілт жоқ. Oh no, you are all wet. Есікті анасы аш жерген кезде бәрі құлайды, және үстеріңнің бәрі су болыпты ғой деп айтады. Exercise 4. Ask and answer. Төртінші аттығыда сұрақ қойып жауап бересіздер. What is the weather like today? It's sunny. Бүгін ауа райы қандай? Күн шуақ болып тұр деп. Дәл осы сияқты басқа да ауа райыны келтіріп сұрақ жауап қойсаңыздар болады. Мысалы, Is it hot today? Бүгін күн ыстық па? Yes, it is. Я солай. Тағы да, What is the weather like today? It is windy. Бүгін ауа райы қандай? Бүгін желді деп жауап берсеңіздер болады. Өздеріңізде ауа райы қандай? Соны жазсаңыздар болады. Snowy, windy, rainy, sunny деп. Немесе суық болса cold деп. Lesson 2. Exercise 1. Listen to the story again and repeat act. Бірінші аттығыда әңгімені қайттан тыңдайсыздар, қайталайсыздар және өздеріңіз сахналандырып бересіздер. Жаңа біз оқыған мәтінді қайттан өздеріңіз классыңызбен көрсетіп бересіз. Екінші аттығы Exercise 2. Look and say. Қараңыз және айтыңыз. Екінші аттығыда сөздер берілген жаңа сөздер. Boots, етік. Gloves, қолғап. Jeans, шалбар, джинсы немесе. Scarf, шәлі. Shirt, көйлек немесе рубашка деп те атаймыз. Skirt, юбка. Және астына let's learn, қанекей үйренейік деген тұр. Boots, көпше түрде boots болады. Scarf, шәлі. Scarves, шәлілер. Ол көпше түрінде. Exercise 3. Look and say. Үшінші аттығыда қараңыз және айтыңыз. Let's learn. What's the weather like? Ауа райы қандай? It's windy. Ауа райы желді. It is rainy. Жаңбырлы. Put on your sun hat. Күннен қорғайтын кепкаңды киіп ал. Don't put on your coat. Пальтоңды киме, күртешеңді киме деген мағынада. Exercise 4. Write and check your answers. Put on, don't put on, open, don't open. Төртінші аттығыда жазыңыз және өзіңіздің жауаптарыңызды тексеріңіз деген. Бұл жерде 4 сөз берілген, соны тиісті орындарға қойып шығу керек. Open the window. Терезені аш. Open the window. Екінші сурет. Don't put on your coat. Пальтоңды киме.
себебі сыртта күн ыстық болып тұр ғой, сол үшін. Үшінші сурет. Don't open the window. Терезені ашпа. Don't open the window. Төртінші сурет. Put on your hat. Кепкаңды киіп ал. Put on your hat. Exercise 5. Point and ask. Бесінші жаттығуда көрсетіңіз және сұрақ қойыңыз деп тұр. Бұл жерде суреттер және сөздер бар, соны сәйкестендіреміз бірінші, кейін сұрақ қойып жауап береміз. Бірінші сурет windy, желді. Second picture snowy, қарлы. Үшінші суреті sunny, күн шуақ. 4 hot, ыстық. 5 rainy, жаңбырлы. Алтыншы сурет cold, суық. Енді астындағы сөйлем сияқты сөйлемдер құрастырайық. What's the weather like? It's sunny. Don't put on your coat. Ауа райы қандай? Күн шуақ. Пальтоңды киме. Екінші сөйлем. What's the weather like? Ауа райы қандай? It is windy. Желді. Don't open the window. Терезені ашпа. Осылай сөйлемдер құрастырып жазсаңыздар болады. Сабақ сіздерге ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақтарда күтіңіздер. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.